Всем здравствуйте. Біздер сіздерменен винительный падеждегі темаларды давам етеміз. Бүгін біздер сіздерменен бір басқаша болған тема, яғни қаяққа деген сұрауға жауап беруді үйренеміз. Қаяққа деген сұрауға жауап берген уақытымызда біздер баратығын манзілімізді винительный падежде айтуымыз керек. Мәселен, біздер атықларды, келбетліктерді өтіп жатырмыз. Падежге не қатынасы бар деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Именно тапсыру жөнелісті білдірген уақытында да рус тілінде біздер падежге мұражат етуіміз керек. Предложный падежді өткен уақытымызда сіздерменен қай жерде деген сұрауға жауап беруді үйрендік. Қай жерде деген сұрауға жауап берген кезінде орынды білдіруші сөздер предложный падеждің қосымтасын алып еді. Например, в институте, на базаре, на остановке деп. Енді біздер бүгін баратығын жерімізді айтуды үйренеміз. Баратығын жеріміз винительный падежде тұру керек. Соны бүгін түсіндіріп кетемін. Қараң, бірінші формула жазып қойдым. Енді формула деп, мен өзім формула деп атайман. Куда, яғни қаяққа деген сұрауға жауап берген уақытымызда, переводын жазып кетейін. Куда деген сұрауға жауап берген уақытымызда обязательно в, ямаса на предлогын істетеміз һәм я здесь сократила атлықты существительное деп қысқартып жазып қойдым в винительном падеже. Қараң, қаяққа деген сұрауға жауап берген кезінде в менен наны істетеміз жауапта. Не үшін? Себебі бірінші баста в менен наны айтқан уақытында мен түсіндіріп кеткен едім. В менен на орынды білдіруші предлоглар. Яғни орын, сол жерде екен, немесе баратығын жеріңіз болса да орын. Сол мәністе қолданамыз. Біздер қаяққа деген сұрауға жауап берген кезінде баратығын орнымызды айтамыз. Соның үшін орын хақында қап кетті ме, демек в менен наға біздер мұражат етеміз. В ямаса наны істетеміз да, баратығын жеріміз орнымыз. Винительный падеждің қосымтасын алу керек. В қай уақытта на. Қай жерде деген сұрауға жауап берген уақытында в-ны біздер жауық жерлерге істеттік, наны ашық жерлерге істеттік. Бұл жерде де тап сондай. Баратығын жеріңіз жауық жер болса в істетесіз, ашық жер болса на істетесіз. Мысалы, сіздер алжастырып алмау үшін мен где менен кудаға мысалдар келтірдім. Здесь примеры я привела. Здесь тоже формулу написала. Смотрите. Когда мы отвечаем на вопрос «где», мы используем предлоги «в» и «на», и у нас существительные должны стоять в предложенном падеже. Қараң, где деген сұрауға жауап бергенде де, қандай формуладан пайдалануыңыз керек екенін жазып кеттім. Һәм мысалдар келтірдім. И здесь тоже. Куда? Қараң, салыстырамыз. Қай жерде? В школе, мектепте. Куда? Қаяққа? Мектепке. Рус тілінде в школу. Школа деген сөзіміз женский родтағы атлық, винительный падежде у қосымтасын алады. Егер де біздер мынаны в-ны алып тастасақ, мектепті болып қалады. Біздер именно в-ны қойдық па, демек біздер орын хақында айтып отырғанымызды білдіре аламыз. Екеуі қосылып, мектепке дегенді білдіреді. Так, на стадионе. Стадионда, на стадион, стадионға. На уроке, сабақта, на урок, сабаққа. Гәплердің ішіне де келтіріп өттім. Мой сын сейчас в школе. Менің балам қазір мектепте. Мой сын сейчас идет в школу. Менің балам қазір мектепке баратыр. Қарап, баратыр деген фейл істеткеннен кейін өзінің өзі мектепке деп переводлаймыз. Ал рус тілінде болса, баратығын жеріміз винительный падежде һәм орын предлогларыменен істетілу керек. Так, футболисты занимаются на стадионе. Футболистлер стадионда шұғыланып атыр. Футболисты едут на стадион. Футболистлер стадионға кетіп баратыр. Мына жерде машинада, яғни транспортта кетіп баратырғаны айтылған. Және бір зат айтып өтейін, сол жерде мына екі гәпте сұрап берген болсаңыз, әрекетленуді білдіруші фейлер келтірілген. Именно осы фейлер қаяққа деген сұрауды тудырады.
Бұл фейлерге біздер отдельный бір сабақ қоямыз, бөлек бір сабақта соларды түсіндіріп өтемен. Сіздер қай жерде менен қаяққаның парқын білу үшін, және бір мәрте қайталаймын, фейлерге ітібар қаратасыз. Солардың өзі сол қаяққа ямаса қай жерде деген сұрауды тудырады. Һәм ітібар беруіңіз керек обязательно падежлерге. Себебі екі жағдайда да қараң, в менен на істетіледі. Алжастырып алмау үшін падежлерін жақсылап ядылап алуыңыз керек. Деп қарасаң, қиындай болып түйіледі, бірақ қиын емес. Қарақалпақ тілінде де қай жерде менен қаяққа деген сұрауға жауап берген уақытымызда орынды білдіруші сөздер сепліктің қосымталарын алады. Қай жерде деген сұрауға жауап бергенде орын сеплігінің қосымталарын алады. Мәселен, Ташкентте, класста деп. Ал қаяққа деген сұрауға жауап бергенде барыс сеплігінің қосымтасын алады. Ташкентке, классқа деп. Бүгінгі сабағымыз сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Және де қандай сабақтарды өтуімді қалайтын болсаңыз, пікірлеріңізді комментарийларға жазып кетсеңіз болады. Бүгінгі сабағымыз осы. До свидания.